Кайырлуу күн. Осындай фон жасагаларыңыз келсе, мына видеолорду мыкыят карап чыгыңыз. Google'дан блестящий фон немесе жаркыраган фондорду тандап алабыз. Өзүңүз кандай унайды, сондай фондун атын жазып, издеп сүрөтүн скриндеп аласыз или болмаса скачать этип аласыз. Енді круг, жарқыраған круг дөңгелекті алып аламыз. Неоновый круг немесе блестящий круг деп іздеп таңдап алсақ болады. Өзімізге ұнаған фотоны алып аламыз. Скриншоттап или болмаса скачать етіп аламыз. Енді пискартты ашып, бірінші жылтыраған фонға суретімізді салып аламыз. Бірінші жылтырақ фонды алып, бетіне өзіміз таңдаған фотоны қоямыз. Мен қызымның фотосын алып қойдым. Осы фонды қиып аламыз. Қию үшін төменде свободный вырез деген тұр. Соны басып, керек бөлшекті қиып аламыз. Қаламның суретімен басамыз. Не болмаса адамның суретін бассаңыз өзі қиып береді. Артық жерлерін қиып тастаймыз. Ол үшін төменде көрсетілген 4 бұрыштағы өшіргіштің фотосы бар. Міне біздің қараған кезде осындай болды. Осы фотоны аламыз. Мінекей фотомыз үстіне қойылды. Бізде пискарт бесплатный приложение болғандықтан реклама шығарып тұрады. Оларды X-ті басып жауып тастаймыз. Суретімізді сақтап аламыз. Енді шыққан суреттің бетіне жылтырақ фонымызды қоямыз. Әдемілеп ретмен қойып аламыз. Ар жағындағы фотоны көру үшін прозрачность дегенді қозғап отырамыз. Сол кезде фотомыз көрінеді. Мына жылтырағанды қиып алсақ та болады. Жіңішке етіп, асықпай қиып аласыздар. Қиылған дөңгелекті фотоның үстіне қойып, жан жағын дұрыстап реттестіреміз. Артық болған жерлерін дұрыстап қиып аламыз. Сол үшін де ең басында әдемілеп асықпай сызып алғандарыңыз жөн. Осыны қойып көреміз. Сақтап аламыз. Мұны Instagram парақшасының аватаркісіне не болмаса пост қылып салуыңызға да болады. Не болмаса WhatsApp-тың аватарына қойсаңыз болады. Фото әдемі шыққан, жылтырап. Сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, достарыңызға жіберіңіз, мүмкін көмегі тиіп қалар.
Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осындай видеолар шығып тұрсын десеңіздер, комментарийға қандай видеолар қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Барымша шығаруға тырысамын. Рахмет, сау болыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Бай болыңыздар.